Саламатсыздар ма әріптестер? Мен Өрлеу ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасының аға оқытушысы Төкеев Ертай Есмаханұлы боламын. Сіздерге бүгін елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес мақаласын ұсынып отыр. Онда туған жер бағдарламасында жас ұрпақтың отансүйгіштікке тәрбиелеу және салт дәстүрге деген өзінің мәдениетіне деген махаббатты ояту мақсатындағы жұмыстарды ұсынып отыр. Бұл біз соған қарай этнопедагогика және қолданбалы өнер тақырыбындағы қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарының, соның ішіндегі сазтырнайды жасау жолдарын сіздерге көрсетпекпін. Бұл негізгі мақсат қазақ халық ұлттық музыкалық аспаптарының, соның ішінде сазтырнайдың шығу тарихын жас ұрпаққа үйрету, көрсету, дәріптеу және мұғалімдердің эстетикалық талғамын нығайтуға, дамытуға деген ықпал ету мақсатында жасалып отыр. Енді сазтырнайды жасау жолдарына келсек, алдын ала бұл сазды дайындау үшін арнайы топырақты тауып, соны дәл тауып алу керек. Өйткені Қазақстанның барлық жерлердегі жер қыртыстарына байланысты, табиғатына байланысты топырақтары әртүрлі болып келеді. Мысалы, Қазығұрт ауданының топырағы, қолымдағы саз балшығы қып-қызыл түрде. Бұл ешқандай боялмаған, сәулелі түрде көрсетіліп отыр. Ал Ордабасы ауданында қоңырқай түсте болып келеді. Сол топырақты алып, арнайы ыдыста, су құйылған ыдыста топырақ салынған балшық апталап арнайы дайындалады. Пісіп жетілген балшықты алып, соның формасын жасау. Суретте көріп отқандай, формасын жасап аламыз кәдімгі сазтырнайдың. Содан оған арнайы темір қайшымен оны қаңылтыр кішкентай бөліктерін оған жапсырамыз. Содан кейін гипсті дайындап алып, ол гипсқа сол екіге бөліп қалып шығару үшін оған арнайы гипстер жағамыз. Гипсті жалған қалып дайын болғанда, оған арнайы сазы құю үшін оған кішкентай тесікшелер пайда жасау керек. Сондықтан осы тесікшелер пайда болады. Одан кейін оған дайындалған, апталап дайындалған арнайы қоймалжың балшықты осы тесік арқылы құямыз. Одан кейін оны айналдырып, оңға, солға, артқа, алға қарай айналдыру арқылы оны дайындалған өзінің ішкі бөлігіне жапсыру үшін айналдырып оны дайындаймыз. Содан кейін сазтырнай пайда болады. Ол 12 сағат немесе 24 сағат арасында жаз күндері дайын күйде болады. Оны білу үшін арнайы құлаққа арнайы қозап көреді. Сонда өзінің заңдылығы бар, кепкен нәрсе кішірейеді. Сонда арнайы дыбыс пайда болғаннан кейін қалыптың ішіндегі зат қозғалыс пайда болады, соны ашып аламыз. Онан кейін оның сол дыбыс саз құйылған жерді арнайы сол балшықтан арнайы бітеп, оның алдыңғы дыбыс тесігін және ноталық дыбысқа байланысты дыбыс тесіктерін арнайы дайындап жасаймыз. Дайын болған сазтырнайды енді арнайы муфельді пеште 1000 градусқа дейін қыздыруға болады. Оны арнайы 1-2 сағатқа дейін арнайы қалдырып пеште қыздырамыз. Ал енді бұл жерде айта кететін нәрсе, алдыңғы этапта өткен дайындау, балшықты дайындау сәтінде егерде бір кішкентай ғана күйіршік құмтас қалып кетсе, осы муфельді пеште бұл жарылып, өзіне жарамсыз етеді. Сондықтан бұл жасау өте ұқыпты болуымыз керек. Сол жағдайды есте сақтауымыз керек. Ал енді осы сазтырнайлар білесіздер, негізгі бұрыннан бұл ғалым Болат Шамғалиұлы Сарыбаевтың ғалымның үлкен еңбегінің арқасында 1971 жылы отырар қазба жұмыстары болды, археологиялық жұмыстарда осы бірінші сазтырнай табылды. Соған орай қазіргі Нұрсат Тілендиев өзі ұйымдастырған отырар сазы этнографиялық археологиялық ансамбль сол отырардан табылған сазтырнайдың арқасында сол есіммен аталды, отырар сазы. Ал енді
873-950 жылдар өмір сүрген Әл-Фараби, Абу-Насыр Әл-Фарабидің бұл жасаған аспабы деп қазір біз айта аламыз. Өйткені Абу-Насыр Әл-Фараби өзі ұста, өнер зерттеуші, бүкіл әлемнің ғылым білімін зерттеген адам, өзі де аспап жасаушы болған. Сол кісінің аспабы деп айтуға болады. Ал енді осыны әртүрлі зерттеулер арқылы, іздену арқылы мен жаңа түрін жасап шығардым. Мына жерде сіздер сол үнін тыңдап көріңіздер. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.